Қадыр орталығында Қазталов ауданы мектеп оқушыларының көрмесі ашылды. Онда өрендердің ой қиялынан туған дүниелер көпшілік назарына ұсынылған. Барлығы 500-ге тарта жұмыс. Қазталовта балғындардың шығармашылығын шыңдауға ерекше мән берілген. Бүгінде аудандағы 4 орталық 2400-ден аса баланы қосымша біліммен қамтып отыр. Көрмеге қойылған жұмыстарда жеткіншектердің ой қиялынан туып, өз қолымен жасалған дүниелер. Ұстаздарымыз бар, оқушылар тәрбиелеп жатыр, зергерлік бұйымдар жасап отыр. Ұлттық әшекей, әйел адамдардың, қыз балдардың тағатын ұлттық әшекейлерін әкеліп көрмеге қойып отырмыз. Әрине, оның енді материалдарын, сол бұйымның оны Алматы қаласынан алдыртады, өнер мектебінің ұстаздары, содан алдыртып, содан жасалған бұйымдар. Осындай көрмені біздер аудан ішінде де көшпелі көрме етіп ұйымдастырып жүрміз. Әсіресе мына Наурыз мерекелерінде көптеп шығарамыз, халықтың назарына ұсынылады осының барлығы да. Ішіндегі үздік оқушыларымыз әрине олар марапатталуға тиісті деп есептеймін. Көрмеге барлығы 500 жұмыс қойылған. Суреттерде ауыл аймақтың табиғаты, көрікті жерлері бейнеленсе, сүйектен, ағаштан, темірден жасалған бұйымдар мен зергерлік заттарда ұлттық нақыш салт сезіледі. Әсіресе ағаштан түйін түйген балғындардың шеберлігі көпшілікті таңғалдырды. Мысалы, әсемдігімен көз тартатын өрнекті домбыра еліле өлшеп, сүйемдеп қашап жасалған. Қолында тұрған домбыра бұл ойма домбыра болып есептеледі. Бұның ерекшелігі бір домбыраның бұл жинап жасалмайды. Банағы ағаштың бір түрін таңдап алып, соны ойып жасайды. Яғни үлкен балтамен шауып жасайды деген сөз. Және сол домбыраға мынандай істеп өрнекпен ойма домбыра өрнегін түсірген. Яғни осы тұрған домбыра түгел бір ағаштан жасалған. Сол сияқты осындай қобыз, қалақ домбыра, ежелгі домбыралар жасайды. Әр дүние әсемдігімен көздің жауын алады. Өрендердің өнерін істеген көрме бір айға созылады. Рауан Дияли, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.